Всем привет, достар! Мен өзім туралы бүгін айтқым келіп отыр. Откровенный такой разговор. Шынымды айтсам, бұны мен айтуға өте ұялатымын. Біреулер мен туралы солай айтқан кезде жынданатымын. Ол қандай сөздер десең, Жансая, сен тынышсың сондай, сен сондай жуассың, сен сондайсың деген сияқты сөздерді айтқан кезде мен нервім ұстайды. Өйткені мен өзім ондай қасиетім бар екенін білемін, бірақ мойындай алмайтынмын. Мен кей жерде бірақ жуас болмай қалатын кездерім бар, бірақ көбінесе бір ортаға түскен кезде, жаңа бір ортаға өз ойымды айтуға, әсіресе публиканың алдында емін-еркін жүре алмайтынмын. Сосын екі адаммен сөйлесіп отырсақ, мен оған өзімнің ойымды жеткізе алмайтынмын. Яғни өзімнің ойым болса да, оның ойын қолдап, сөйтіп адамға ұнамай қалмайын деп ойлап отыратынмын. Бұл психологияда синдром хорошей девочки деп аталады екен, оны кейіннен білдім осы жылы. Сөйтіп осы жылы біліп, онымен жұмыс жасадым. Ең біріншіден ол мойындау керек. Мен жуаспын, мен тынышпын, мен бәріне көнгішпін, сондай сияқты мойындау керек. Мойындаған кезде 50% уже проблемаң шешілді деген сөз. Одан кейін барып, сол неден установкалардың бәрін алып, жаңадан установкалар қоя беру керек, күнде қайталау керек. Мен өз ойымды айта аламын, мен ұнауға тырыспаймын, мен еркінмін деген секілді сондай утвержденияларды қойып, соны қайталау керек. Одан кейін барып, біртіндеп қоғамның сені жемейтінін, олар да сен сияқты адам екенін түсініп, оларға мысалы еркінсініп кішкене сәл тәжірибе арқылы үйренеміз. Практиканың қанша мен тәуелсізбін, мен еркінмін десең де, ол іске аспауы мүмкін. Сондықтан практика түрінде, мысалы бір оқушылардың ортасында болсын, бір коллективтің ортасында болсын, қай жерде жүрсеңіз де, бір адамдардың ортасында болсын, тойда болсын, өз-өзіңізді сәл көрсетіп үйрену, сәл кішкене болсын қадамдар жасап үйрену, сөйтіп ми аз-аздан жаттығып, одан кейін барып 1-2 жылда уже жақсы бір нәтиже көрсетіліп, уже миың трансформация болып өзгереді деген ойдамын. Осыны бүгін айтқым келген. Соңына дейін тыңдағандарыңызға, внимание бөлгендеріңізге көп рахмет. Целую всем. Пока.